шах плов дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға сұйық май құйып, үстіне жуаны салып, жақсылап қуырып, енді үстіне етімізді саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, қуырып, бетін жауып, жұмсарғанша пісіреміз. Етіміз жұмсарғаннан кейін үстіне сәбізімізді саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, тұзын, бұршын салып, жақсылап сәбізі жұмсарғанша үстіне су құйып пісіріп аламыз. Енді үстіне сарымсақты және де кішмішті салып, бетін жауып жұмсарғанша қоямыз. Енді ыдысымызға сұйық май құйып, күрішімізді салып, үстіне тұз, куркуманы салып, жақсылап қуырып аламыз да күрішімізді, су құйып, шала пісіріп аламыз күрішімізді. Күрішіміз шала пісіп дайын болғаннан кейін осындай шұңғылы ыдыс аламыз да сармаймен майлап алып, үстіне лаваштарымыз болса кесіп орналастырып, үстіне жартылай піскен, шала піскен күрішіміздің жартысын салып, үстіне етімізден саламыз. Енді күрішіміздің қалғанын орналастырамыз да бетіне сармайымызды жағып, осылай тағы да лаваштарымызды орналастырып, үстіне сармайымызбен тағы да майлап 200 градуста 20 минуттай пісіреміз. Осымен шах пловымыз дайын. Өте оңай дайындалады, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.